Бірінші сыныпқа баратын балаға құжат қайта тапсырамыз. egov.kz сайтына кіресіз. Сізде электронды цифрлы қолтаңба болуы керек. ЕЦП оны ашқаннан кейін egov.kz сайтына кіресіз. Дәл осындай страница ашылып тұрады. Орысша образование, қазақша білім беру деп тұрады. Қай тілде сізге ыңғайлы, сол тілде документ тапсырсаңыз болады. Қазақ тілінде білім, мысалы басамыз, бірінші сәуірден бастап 31 тамызға дейін өзіңіз қалаған мектепке тұрғылықты мекенжайыңыз бойынша құжат тапсырсаңыз болады. Міне, сіздің балаңыз мектепке барады, ол орта білім деп аталады. Орта білімді басасыз. Бірінші сыныпқа қабылдау үшін құжаттарды қабылдау, мектептен мектепке ауыстыру тоже, мысалы мегаполистарда уже через egov.kz. Сіз осы жақтан таңдасаңыз болады. Басасыз, заказать услугу онлайн сұрау. ЕЦП менен сайтқа кіресіз. Одан кейін ары қарай сізден қажетті құжаттарды сұрайды. Оның ішінде медициналық құжаттары, баланың 3/4 суреті, туу туралы куәліктің PDF форматтағы электронный түрі, соның барлығын прикрепить етіп сайтқа саласыз, загрузить етіп, ЕЦП мен подписать етіп жібересіз. Мектеп қарап 3 күннің ішінде сізге жауап береді. Сайтқа QR код, бұл сіздің egov мобайл қосымшасы арқылы кірсеңіз болады, немесе электронды цифрлы қолтаңба арқылы кірсеңіз болады. Мектепте орын бар кезде қалған мектептеріңізге кіріп алыңыздар.